достар, сіздерге Шығыс Америка жақтағы түрмені айтып беремін. Ескі түрмені. Менің каналыма тіркеліп жазылып кетіңіздер. Өтініш достар, мен осындай видеолар шығаратын болам. Ескі түрме, сырты ескі, бұрынғы баяғы 1981 жылы салынған түрме. Ол ескі түрмеде адамдар жынды болып кеткен. Бұл ескі түрмеде адамдар жынды болып кеткен. Кейбір адамдарды 6 жылға қамайды, ал кейбір адамдарды вообще түрмеден шығармайтын қылып тастайды. Ол кезде түрменің іші ескі, адамдары, полициялар қатал болған. Адамдардың бәрі не істерін білмей отыратын түрмеде. Ескі түрмеде пол жудырады. Кейбір ескі түрменің бастықтары өте қатал болатын. Ескі түрменің адамдары өте бұзақы, бір-бірін аямайтын болған. Охранниктері түрмедегі адамдар, сол түрмедегі адамдарға пол жудырып, өздерінің бөлмелерін, түрмелерін тазартатын болған. Түрме өте ескі болған. 1981 жылы салынған түрме. Бұл түрмеде жынды паштар, тағы да келген нормальный адамдарды бұл түрме жынды қылып тастайды. Өте жынды қылып тастайды. Бұл түрмеде полициялар қатал болады. Тамақты аз береді. Қарындары ашқан соң бір-бірін жеп қойғысы келеді. Түрменің іші жатқызатын адамдардың лас болады. Ішіндегі туалет, әжетхана деген өте дұрыс емес. Адамдар да дұрыс тамақтандырмайды. Адамдар жынды болып өздерімен өздері сөйлесіп жынды болып кетеді. Бұл түрмеге адамдарды жатқызсаң, бұл түрме адамдарды жынды қылып жібереді. Бұл түрмеде тамақты дұрыс бермейді. Бір-бірі сатқын. Ақша берсе ғана бұяқтағы шығатын адамдарды вообще 10 жылға қаматып тастайды ақша беріп. Ескі түрме, жататын жерлерді дұрыс емес. Өте сынған. Кейбір бөлмелерінде, түрменің кейбір бөлмелерінде дұрыс болмайды. Дұрыс төсектер болмайды. Тек қана ағашына ғана жатады. Бұл жердің охранниктері өте сатқын. Ақша берсе болды, 10 жыл или 20 жылға қамап тастайды тағы да. Бұл түрменің іші лас, өте лас. Түрмедегі адамдарға жуғызады, өйткені өздері жуғысы келмейді. Бұл түрмеге изолятор бар. Мұны көріп тұрсыздар, изоляторға қамап тастайды да. Сөйтіп бұзық болған, ауысқан охранниктерге секірсе, изоляторға қамап тастайды 6 күнге. Адамға тамақ, су бермей. Міне осындай болады түрменің іші. Ішіндегі ескі, сасып кеткен лас, төбесі сынған түрмелер. Осы Американың шығыс жағындағы түрме. Бұл түрмеге жатқан адам жынды болып шығады. Психбольницаға апарып тастайды. Кейбір адамдар бұяқта шыдаған ұзаққа дейін, сөйтіп шыққан әрең дегенде. Бұл түрме өте лас, өте ескі. Бұл түрмеден басқа өзінің бастықтары бар дегендей, түрмедегі адамдар бір-бірімен төбелеседі, бір-бірін аямайды, бір-бірін өлтіруге де дайын. Бұл түрмеде әдейі охранниктер өз осымен бітті. Маған жазылып кетіңіздер.